Мінекей, бізде осындай катушка болады. BL25 деген катушка. Қазір көрсетем. Бұлай ұстап тұратын болады. Атқан кезде оқ мына жерге тиіп кетеді деп қорқады. Мінекей, осылай қатты тарту керек. Шуақылып қалады. Тез жиналамыз осылай. Одан кейін тұрып жібересіздер. Опа! Ассалаумағалейкум қазақ елі, балық шағайын. Мінекей, бізге аспаннан осындай рогатка келіп түсті. Бүгін сіздерге рогаткамен қалай балық аулайды, рогатканы қалай қолданады, сосын барлығын распаковка жасап, қалай құрастырады, барлығын сіздерге көрсететін боламын. Және де қандай рогатка таңдау керек, қандай катушка таңдау керек, барлығын айта өтетін боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін тамашалап көріп отырыңыздар. Достар, мінекей, ішінде осындай заттар болады, катушкасы, рогаткасы, және оқтары, мінекей барлығы осындай комплектте болады. Қазір осы кезде осындай комплекттердің бағасы 30 000 теңге тұрады. Рогатка болады. Рогатка бізде упормен. Негізі желательно упор бар рогатка болған дұрыс, өйткені өзіме осы ыңғайлы. Упор болғанның плюсы мына жерде тіреп тұрады. Осылай резинамен тартқан кезде қол дірілдетпейді. Сондықтан упор бар рогатка алған дұрыс. Қазір одан кейін бізде катушка. Қазір барлығын детально түсіндіріп өтем. Бірінші распаковка жасап көрсетейін. Мінекей, бізде осындай катушка болады. BL25 деген катушка, металдан жасалған. Мінекей, ішінде осындай лескасы бар. Сіздерге қалай плетенка орайтынын видеоның соңында көрсететін болам. Бірақ оны үйде түсіретін боламын. Негізі леска болмайды, жарамайды, леска салуға болмайды. Бұл заводской болып осылай келеді. Сондықтан барлық плетенка салып алады. Одан кейін бізде комплектіде оқтары, резиналар жүреді. Мінекей, андай вот двойной резина. Мен постоянно осындай двойной резина қолданам. Негізі қызыл түсі болады, жасыл түсі болады, және сары түсі. Негізі желательно өзім қызылды қолданам. Өйткені қызыл кішкене қаттырақ болады и мощності көбірек болады. Жасыл да сондай. Жасыл мен қызылдың особо разницасы жоқ. Ал сары болса кішкене жұмсақтау болып келеді. Негізі сары да жақсы былайынша. Өйткені қатты созылады да, бұлар жұмсақ болғасын. Ал мынау болса үшеулігі сарының. Бұны мен онша қолдана бермеймін, өйткені бұл қатты болады. Тартқан кезде қолымды ауыртып жібереді. Бұл негізі тазартуға арналған. Бірақ бұны тазартатын емес, мына кажетокты алып тастап, ішінен жіп өткізіп, дәл мынандай тетива жасап істесеңіздер болады. Ол кезде әдемі болады. Өйткені кішкене ұзынырақ, тройной, мощный керек болса, осымен атсаңыздар болады. Бірақ желательно тазартады деп тазартып жүрмеңіздер, металлический шарикпен атыңыздар, охотаға шығатын болсаңыздар. Одан кейін бізде осындай оқтар бар. Оқтың да түр-түрі болады негізі. Самый стандартный оқ. Қазір сіздерге экранда көрсетіп жерім, неше түрлі оқтарды фотода көресіздер. Ал мына болса стандартный оқ. Бұнда бір минусы бар. Бұндағы минус, мына оқтың ортасындағы сымы майысып кетеді, үлкен балық тартқан кезде. Ал бір келі, 2 келі, 2,5 келік балықтарды ұстайды. Ал 2 келі, 2,5, 3 келі амурлар болса, енді от ұстамайды. Амурға енді қиналып кетеді. Өйткені амур өте қатты күшті балық болып келеді, басқа балықтарға қарағанда. Одан кейін бізде мынандай қорғаныш қолға болады. Комплектіде негізі тек қана сол қолға ғана болады барлық жерде. Оң қолға енді тапсаңыздар, киіп алсаңыздар болады. Мен бірақ бұны онша кие бермеймін, өйткені маған өте қолайсыз бұндай перчатканы киіп алған. Өйткені балықты атып болғаннан кейін балықты ұстайсың, анау-мынау, одан кейін перчаткілерін сасып кетеді. Бұл енді новичоктардан алған, ең бірінші қолданып жатқан. Мінекей, бұлай рогатканы киген кезде қазір көрсетем, бұлай ұстап тұратын болады. Атқан кезде оқ мына жерге тиіп кетеді деп қорқады көпшілігі. Қолына тиіп кетпейді ма деп сұрақтар қойып жатты комментарийда. Егер осындай перчаткілеріңіз болса, қолға тиіп кету қаупі болып жатса, қолды қорғап қалады, өйткені мынаның іші металл. Енді өз қалауларыңызбен көресіздер.
мен бірақ бұны тақпаймын. Бұны былай алып қоямыз мына жаққа. Одан кейін жігіттер бізде ремешок болады. Катушканы желательно ремешокпен оң қолға тағып алған дұрыс. Өйткені кейбір рогаткалар болады, мынандай рогатка болады да мысалға. Астында креплениясы болады. Катушка қыстырылып тұрады да. И ол катушканың ішінен жіп мына жақтан шығады. Қазір мына жерде фотосы болатын болады. Жіп мына жақтан шықса, оқ былай келеді да, былай келіп оқтау керек болады. Ол өте қолайсыз, атқан кезде шуатылып қалады, мына жерлерге тіреп қалады. Поэтому ең қолайлы осы ремешокпен тағылатын рогатка. Мына жағын мына жаққа кіргізіп, мына жерде босатып жібересіздер мына шурупторды. И одан кейін былай бекітесіздер. Бекіткеннен кейін оң қолға осылай тағылады. Видеомда көрген болатын шығарсыздар. Оң қолда осылай тұрса, былай атқаннан кейін жіберем. И сосын жіп былай кетеді оқтың құйрығымен. И кетеді да, одан кейін бар катушканы жинап аламын. Және де катушкада бір нюансы бар. Мына ручкасын ауыстыруға болады. Яғни мына жақта тұрса, мына жаққа ауыстырып аласыздар. Мына жағын жай ғана босатасыздар да, ашып, мына жағына сала саласыздар. Ешқандай да қиындық тудыртпайды. Мінекей мына ішінде леска тұр. Негізі лесканы созылады да, поэтому созылғасын балықтар үзіп кете береді. Сондықтан леска салмаңыздар, плетенка салыңыздар. Және де плетенкаға келетін болсақ, өте қалың плетенка салуға болмайды. 0.30 қалыңдықтан асырмаңыздар. Және де катушкада мынандай нюанс бар. Фрикцион деген нәрсе бар. Кәдімгі спиннингтағы катушкадағыдай. Фрикционды қатайтуға болады. Мінекей. Қазір торыңызға түседі. Қатайтып, жұмсартуға да болады. Мінекей көріп тұрсыздар. Ешқандай да қиындық тудыртпайды. Керемет негізі осы катушканы советую. BL25 деген аты. BL35 деген бар, оны алмаңыздар. 35 деген нашар. BL30 деген бар, 30 жақсы. Осы 30, BL25 дегендер жақсы болып келеді. Және де менде TR35 деген катушка болды, ол тоже нашар болып шықты. Оны не советую. Сосын тағы да көптеген катушкалар бар. GG25 деген катушка бар. Ол да тоже керемет катушка. Оның да мына жерінде тесігі үлкен болып келеді. И жіп шыққан кезде қиналмай шығады. Ешқандай қиындық тудыртпайды шыққан кезде. Сондықтан осы катушкаларды алсаңыздар болады. Мінекей упор бар рогатка. Мынандай 3 тесігі болады. Яғни бұл үшеулік резинаға арналған. Мінекей екеулік резина. Бұны қалай салады деген сұраққа жауап. Резинаны қатты тартасыздар да, осылай өткізіп жібересіздер. Ешқандай да қиын емес, және резина үзіліп қалған кезде тез ауыстырасыздар. Мінекей. Мінекей көріп тұрсыздар, осындай болады. Сосын одан кейін жігіттер резина үзіледі ма деп айтады көпшілігі. Резина әрине үзіледі, бұл расходник материал болып саналады. Резина оқ деген заттар. Үзілмейтін резина жоқ, өйткені бұл қатты тартылады былайына тартқан кезде. Мінекей көріп тұрсыздар, өте қатты тартылады. И сол кезде ана арасында тозған кезде кішкене тесік пайда болады да, одан кейін ол тесік жыртылады. Мінекей, осылай қатты тарту керек. Сосын ату жағына келсек, ататын кезде көпшілігі былай көздейді. Былай көздеуге болмайды былай. Көздеген кезде аяқты алдыға қарай қоясыздар да, осылай көздейсіздер. Сосын мен желательно көздейтін кезде сол көзімді жұмам. Сөйтемді, осылай тұрамда, ортасынан көздеймін. Ашаның ортасынан. Қатты тартып көздеу керек. Бұлай жай тартып, ойбай тигмей қалды деген әңгіме болуға болмайды. Көпшілік айтады, ойбай тигіз алмадым, рогатка деген болмайтын нәрсе, өтірік, рекламаларын өтірік екен, тигіз алмайсыңдар, бәрі лохотрон деген әңгімелер болып кетеді. Ондай емес. Просто қатты тарту керек. Адам бір жаны бар, бір еркек сияқты ату керек қой. Осылай қатты тарту керек, осылай. Қатты тартып тұрасыздар да, жібересіздер, қорықпайша. Сол кезде ровно барады оқ деген.
Ал бұған бұл туралы айтып өттік. Одан кейін ленточный рогаткаларда болады. Ленточный рогаткаларда резинасы лента болады. Оларда бірақ упор болмайды, мынандай тіреп тұратын. Олар қатты тартылады. Тартқан кезде аяққа дейін тартып кетуге болады кәдімгідей. Бірақ олардың күші кішкене жұмсақтау болады. Ағашқа тиіп қалдық. Кішкене жұмсақтау болады. Тошылыс жағынан бірақ жақсы. Өйткені олардың мынандай екі ашасы бір-біріне жақын болып келеді, сондықтан дәлдігі жоғары болып келеді. Енді әркім өз ыңғайына қарай бұйырса келесі сезонда сол ленточный рогаткамен ат көрсем ба деген ойым бар. Оны енді келесі видеолардан көріп жүресіздер. Мінекей, қарап тұрғандарыңыздай осындай оқ. Бұл оқ шешіледі. Алынады, мінекей, көрдіңіздер ма? Және де мынау сымы да алынады. Және бұның құйрығы да алынады. Құйрығында осындай жіп болады. Егер бұл жіпті үзіп алып жүрсеңіздер, жіпті алып тастап, мына ішінен тағы да жіп салып ауыстырсаңыздар болады. Қазір сіздерге көрсем, ататын кезде мына сымға іліп жүрмеңіздер. Бұл сым ату үшін арналмаған. Міне ұшында осындай жері болады. Көпшілік шатасып отады. Мұндай соны қарап жүріңіздер. Мінекей, мына отырған жіп, осы жіпке іледі. Ілген кезде осылай тартып тұрып жібереді. Қазір менде катушкам бекітіліп тұрған жоқ. Өкінішке орай анау катушканы браслетін бекітетін отвертканы ұмытып кетіппін. Ананы ашу керек. Сондай нюанстар болып жатыр. Енді асығып шықтым. Өкінішке орай. Енді ауыл емес қой. Ауылда осы үй жаққа барып түсіре салуға болатын еді. Ал мен қалада жүрмін, осы кезде паркке шығу керек, паркте түсіру керек. Адам аз жерде, әйтпесе этажды үйде түсіре алмайсың. Сондықтан сондай нюанстар болып тұр. Қазір сіздерге енді катушкаға байлап, бірдеңе қылып атып көрсем, соны бағалап қарап отырыңыздар. Және де очки туралы айта кетейін. Очкиді көпшілігі сұрап жатады. Поляризационный очки дегеніміз ол қазір менде өзінде болмай тұр. Поляризационный очки деген кәдімгі күнге арналған очки, бірақ поляризационный покрытиесі бар. Яғни поляризация дегеніміз ол антиблик деп аталады. Судың бетіндегі жылтырап тұрған бликтарды алып тастайды. Қазір мына жерде нарезкалар болады, сонда көрсететін боламын, қалай интернеттен алынған нарезкалар. Былайынан қараған кезде күн бұлт болып тұрса, бұлттың сәулесі суға түседі. Суға түскен кезде беті шағылысып тұрады да. Сол шағылысып тұрған барлығын алып тастайды. Көруге көмектеседі балықты. Ал поляризационный очкиісі де олуға болады, егер балық жақсы көрінетін болса. Сондай нюанстар. Поляризационный очкиден таңдаудан сіздерге советім коричневый алыңыздар. Қара да болады, бірақ желательный коричневый, өйткені кешке қарай балық аулайтын кезде, күн түсіп бара жатқан кезде, қараңғы болған кезде қара очкимен вообще көрінбей қалады. Коричневыймен кішкене болса да көрінеді, сондықтан сондай нюанстар бар. Қазір сіздерге мына жіпті қалай байлайтынын көрсететін боламын. Көпшілігі осылай алады да, бұлай өткізіп, жай байлай салады былайынан. Былайынан өткізесіз да, былай байлай салады. Олай болмайды, ол ұстамайды. Сондықтан сіздерге қазір бір нәрсе көрсетем. Мінекей, жіпті аламыз да. Орысша петлю деп аталады. Бірақ қазақша қалай аталатынын білмеймін. Осылай түйіп аласыздар. Мінекей, түйіп алдыңыздар, түйіп алдық, міне, көріп тұрсыздар. Содан кейін мынаны аламыз да, мына жақтан өткіземіз. Сосын өткізгеннен кейін мінекей өтті, тағы да мына жақтан өткіземіз. Қазір. Өткізгеннен кейін мінекей осылай өтті. Ең жақсы ұстайтын байлау осы. Мен көптеген трофейлер шығардым, сол кезде осы байлау подвайт етпеді. Бұрын басқаша байлайтынмын, ол байлаған дұрыс болмай шықты, бір-екі рет шығып кетіп, сондай проблемалар болып. Алихан осындай байлауды көрсетті, ұзайын барып осылай байлап жүрмін. Алиханға сәлем жолдайым. Менің видеомда бар, Алихан екеуміз охотаға шыққанбыз. Мінекей, осылай байлайсыздар. Мінекей, көріп тұрсыздар, осындай болады. Және де
рогаткамен ататын кезде міндетті түрде бір нәрсені ұмытпаңыздар. Мына кнопканы басуды. Мына кнопканы басасыздар. Мінекей, тормоздан шықты. Получается, жіберді деген сөз. Осылай жіберді. И жинаған кезде, жинадыңыз ғой, не тормозға түсті міне. Фрикционда тұр. Фрикционды қатайтамыз. Негізі қатты қатайтпаған дұрыс, өйткені үлкен балықтар болса үзіп кетеді. Мінекей, қатты қатайтып қойдым, осылай болып тұрады. Және де жинаған кезде міндетті түрде былай жай ғана өстіп жинамаңыздар. Былай тартып жинаңыздар. Тартып жинаған кезде барлығы бір қалыпты жиналады. Сосын атқан кезде шұбатылып қалу деген проблема болмайды. Және жіпке келетін болсақ, ең қалыны 0.35-тен аспау керек. 0.30, 0.35 алған дұрыс. Егер 0.5, 0.6 және 1 мм қалыңдықтағы жіпті арқанды салып қойсаңыздар, атқан кезде егер обратка беретін болса, ол өте қауіпті, осылай өздеріңізге тиюі мүмкін, және де ол жіптер тез толып қалады мынаның ішінде. Содан кейін ұшпайтын болады. Сол себепті 0.30, 0.35 қалыңдықтан асырмаңыздар. Егер мына кнопканы басуды ұмытып кетсеңіздер, ол кезде былай болады. Егер жібіңіз 0.35 қалыңдықтан аспаса, мына жерден тіреледі да, жіп үзіліп, оқтың өзі суға кіріп кетеді. Суға кіргеннен кейін оны таба алмайсыздар. Вообще мен талай рет жоғалттым, суға да кіріп, балшыққа да кіріп, оғымды таба алмадым, сөйтіп оқсыз қаласыздар. Және де әрбір шыққан сайын запасной оқтарымен жүріңіздер. Қауіпсіздік демекші, айтпақшы, мен бір рет резинам тозып кеткен рогаткамнан. Осылай көздеп, енді атайын деп жатам. Еще бір кішкентай балық емес, үлкен балықтар кездесіп қалады сондай кезде. Атайын деп жатам да, тартып тұрған кезде резина үзіліп кетеді да, мына сымы мен бетіме кіріп кетеді ғой. Ондай 2 рет болды менде, ондай жағдай. Сондықтан абайлаңыздар, егер көздің қасынан неғып тұрсаңыздар, көздеріңізге кіргізіп алуларыңыз мүмкін. Сондықтан өте қауіпті нәрсе. Солай бетіме кіріп кетіп, былай шығардым. Біріншісінде осындай оқ кіріп кетті, ал екіншісінде анау қымбатырақ оқ бар, жарғанат сияқты қанаттары бар. Сол оқ кіріп кетіп, былайынан ілік қалып, ойбай, одан шығара алмай, одан ар жақта папам жүрген, папам айтып, сөйтіп әйтеуір шығардық. Мына жерде шырам қалып қойған жоқ пен, әйтеуір брекер кіріп кеткен, кәдімгі жаман ауыртып жібереді. Сондықтан абай болыңыздар, бұл ойыншық емес. Охотаға шыққан кезде өткен жағдайлар осы барлығы. Сондықтан сіздерге өзімнің опытымды сіздерге айтып жатырмын. Сондықтан тағы да айтпаған нәрселер болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Мен барлығын оқимын, қараймын. Келесі обзорда тағы да көрсететін боламын. Мінекей общий комплект осындай болады. Катушка, оқтар, мінекей. Одан кейін рогаткасы, защитный перчатка, ремешок болады, жаңа катушканы тағатын резинкалары. Егер осындай комплект алғыларыңыз келсе, мына жердегі нөмірге хабарласып, сол жақтан сатып алсаңыздар болады. Негізі барлық жерде комплекттер 30 мың, 35 мың, 40 мың теңгенің аралығында. Жаңағыдай бағана айтып өткендей, мына жерінде астында катушкасы тұратын комплектілерде сол где-то сол 30 мыңның көлемінде болады. Ол өте нашар, сондықтан лучше осындай алыңыздар. Мен енді қаншама жыл атып жүрмін рогаткамен, сондықтан сіздерге өзімнің бір кеңесім болсын. Мінекей. Осылай ілесіздер, ілгеннен кейін. Мына кнопканы басып қойдым мен артында. Осы трастарда көздеп аттыңыздар. Қолдарыңызға міндетті түрде строительный перчатка киіп алыңыздар. Мынандай саусақтар барлығы резинасы бар, сондай құйылған перчаткамен атқан дұрыс. Өйткені мына құйрығында тұрған мынау бұдыр нәрселер қолдарыңызды қажап, одан кейін рогаткамен ата алмай қаласыздар. Ең ыңғайлы вариант, айтып өткендей, осы катушканы қолға тағып ату. Анау астында тұратын там катушкасы бар, лазері бар дейтін, вообще фигня нәрсе. Лазер бар деген вообще алмаңыздар. Ол өтірік нәрсе ол. Просто маркетинг. Ол лазермен өсіп, көзеп тұрмайсыздар ғой. Жатам, брат, тоқтай тұр балығым, тоқтай тұр, лазермен көздеп алайын деп өйтіп көздеп тұрмайсыздар. Солай көздеп тұрған кездерінде балық кетіп қалады, және де ол лазер балықты шошып жібереді. Одан кейін тұрып жібересіздер. Мінекей қадалды. Біздің трофейіміз осы қолмен де тартып алсаңыздар болады.
неге жақыннан аттым, алдысынан атта тигізіп алды, просто қолымда перчатка жоқ, и жаңағы дұрыс бекітілмегеннен кейін шамалы қиындықта болып тұр, қиындау болып тұр. Мінекей, баклажканы полный өтіп кетті ғой арғы бетіне тиісіп. Одан кейін жинаған кезде мына жақта ұстап тұрып, дұрыстап жинайсыздар, өйткені шұбатылып қалады. Ең көп қойылатын сұрақтардың бірі, рогаткамен атқан кезде қанша метрдегі балықты атып түсіруге болады деген сұрақ. Мен айтайын, шамамен 15-20 метр қашықтықта балықты құлатып түсіруге болады. Одан артық ешқашан ала алмайсыздар. Алғанның өзінде алыстан барып тиеді, тиген кезде ұшы ғана кіреді да, и балығыңыз шығып кетеді. Сол себепті одан артық ата алмайсыздар. Және де мынаның ішіне жіп қанша салсан да, қанша алысқа атсан да, ондай невозможно нәрсе. Және тереңдікке келетін болсақ, шамамен менің ойымша 30-40 сантиметр потолок. Одан кейін тереңдікті алмайды. Өйткені суға кіргеннен кейін оқ траекториясын өзгеріп, қисық ұшып кетеді. Соны ескеріп отырыңыздар. Достар, осымен рогаткаға обзорымыз бітеді. Тағы да сұрақтарыңыз болса, комментария жазып кетіңіздер. Видео ұнап жатса лайк басыңыздар. Және де сіздерге осы менің кеңестерім көмектесіп жатса, комментарияға жазып кетіңіздер. Сіздерден ответ күтем. Сондықтан сіздерге рахмет. Және сіздерге қазір видеоның соңында үйге барғасын катушканың плетенкасын қалай ауыстырады, барлығын көрсететін боламын. Және де мына катушканың ішінде плетенка толып тұру керек. Кішкене ғана бір 10-15 метр салып жүрмеңіздер. Сол жігіттер, сау болыңыздар. Жігіттер, қыздар болса, қыздар, сау болыңыздар. Әрине мынандай баклажканы алып кетеміз, тастамаймыз бұл паркке. Қазір барлығын жинастырып, үйге қайтатын боламыз. Лайк басуды, тіркелуді ұмытпай, қазақша контентті қолдайық та, жігіттер. Қазақша контентте бірінші рет рогаткаға обзор жасап, өз кеңестерін айтып отқан мен ғанамын. Сондықтан тіркелейік, ютубты дамытайық. Давайте. Қазір сіздерге плетенканы қалай ауыстырады, соны көрсететін боламын. Ол үшін ішіндегі лесканы алып тастаймыз. Мінекей, кесіп тастаймыз. Оққа бекіткен болатын. Мына жаққа қоямыз. Толықтай алып тастаймыз. Вообще полностью. Леска, білмеймін енді маған керек емес. Өйткені бұландай нашар леска созылатын, строительный леска сияқты. Сондықтан толықтай алып тастаймын. Шамамен ішінде 50 метрдей оралған. Мысалға 100 метр плетенка алатын болсаңыздар, 0,30 қалыңдықта оны 2 рет қолдансаңыздар болады. Мен мысалға 2 рет қолданамын. Мінекей, толықтай алып тастадық. Мінекей, ішіне кіргіземіз да, теп кесіп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, мынау шпуля. Шпуля дегеніміз мынау жіп оралатын жер. Мен тормозға түскен кезде, мына жерде шегесі. Жинайтын кезде мындай шеге шығады жанында. Осы шеге жинайды катушканы. Енді бізге плетенка орау керек. Мен қолданып жүрген плетенка осындай. Max 8 деген 24 килограмм салмақты көтереді. 0,30 қалыңдығы. Осыны орайтын боламыз. Мен оны алдында ораған болатынмын. Ішінде 50 метрдей бар. Ол үшін жіп шығарамыз. Жіп шығарғаннан кейін қазақша дар деп айтама, дарға қасылып қалды дейді ғой осы. Дардың узелін жасаймыз. Ол үшін осы жіпті осылай аламыз да. Олай. Осы орап. Мына жақтан өткіземіз. Мінекей, көрдіңіздер ма? Өткізгеннен кейін мынандай болады мысалға, мынау болса тартылады. Қысады, көрдіңіздер ма? Осы жіппен осылай орайтын боламыз. Қазір артық жібін кесіп тастаймыз. Өйткені қазір орайтын кезде кедергі жасайды бізге.
Одан кейін мына крышкадан өткізуді ұмытпаңыздар. Мінекей өткіздік. Өткізгеннен кейін мына жерге барып шпуляға саламыз. Шпуляға салдық. Бұдан бар қатты-қатты тартып жібереміз. Чтобы бекітілу үшін. Мінекей. Крышканы қалай ашады дейді, қиын емес, мына жерде өзім орнаған міне. Кіргізеді да жаба салады. Ашатын кезде бір ретте аша салады. Мінекей енді жинаймын жаймен. Жинаған кезде міндетті түрде қолды осылай ұстап отыру керек. Бір қалыпты жинау керек. Өйткені ататын кезде сіздер бір қалыпты жинамасаңыздар, жіптеріңіз шуатылып қалады. Тез-тез жиналғаныз осылай. Мінекей катушка толды. Толған кезде осындай болады. Кішкене тормоз басамыз да алып тастаймыз. Қатты толтырып жіберуге де болмайды. Кішкене бір метрдей алып тастаймыз. Міне 1 метрдей алып тастадық. Сосын мына жақты кесеміз. Мінекей 1 метрдей алып тастадық. Міне кнопканы басқан кезде қиналмай шығады жіп. Осылайша сіздер плетенканы осындай катушкаға саласыздар. Ешқандай да қиын емес. Осы видео ұнап жатса лайк басып қолдап кетейік.